жоғарғы жалақы, тұрақты жұмыс тауып беруді уәде еткен, сөзге сеніп, жыныстық құлдықтың құрбанына айналған жанның бірі Тамара. Кейіпкердің қауіпсіздігі үшін аты-жөні өзгертілген. Күнкөріс қамымен Өзбекстаннан Қазақстанға келіп, жыныстық құлдыққа жегіліп, психоневрологиялық ауруханадан бірақ шыққан жәбірленушінің хикаясы өте ауыр. Тамараны танысы сатып жіберген. 2011 жылы Өзбекстаннан өзі жас әрі сұлу Тамара жұмыс істейді. Бір күні танысынан көршілес Қазақстанның Шымкент қаласында табысы жақсы жұмысқа шақыртып алады. Көптеген досы күн сайын қатынап жұмыс істеп байып жатқанын айтады. Аңқауда албырт ауру, жақын танымайтын адамның бір ауыз сөзіне сеніп, Шымкентке жолға шығады. Таңертең барып, жұмыс орнымды көріп, біліп, кешке қайтамын деп, ата-анасына да ескертпейді. Жұмысқа орналасып болған соң айтамын деп ойлайды шамасы. Танысы Тамараны Өзбекстан шекарасынан өткен соң Қазақстанда бір азамат күтіп алатынын ескертеді. Қыз шекарадан өткенде оны көлікте бір жігіт күтіп тұр екен. Жұмыс орнына апарып саламын деп көлікке отырғызып әкетеді. Біраз жер жүрген соң бір ауылдағы үйге келеді. Тамараны сол үйдің есіне тастап өзі кетіп қалады. Тамара болса, маған жұмысын қалада әрі таза жерде деп айтқан, бұл жерде жұмыс істемеймін деп шырылдайды. Үйдегі адам: сен үшін аз ақша бермедім. Сол ақшаны өтеуің керек, өтемейінше кетпейсің деп шарт қояды. Бұған көнбеген Тамара қашып кетпек болады. Үй иесі жуан ағаш таяқпен басынан ұрып, есінен тандырып тастайды. Тамара қараңғы суық бөлмеде оянады. Аяқ қолы кереуетке байлап тастаған, құжаттарын алып қойған. Олар Тамараны қармаққа түсіргендер жаттанды жүйемен әрекет еткен. Бірінші адам жәбірленушіні алдап, ақшаға қарық қылатынына сендіреді. Сосын оның жұмыс істеуге келіскен еліне немесе межелі орнына дейін жеткізіп беретін екінші делдалға тапсырады. Сол елге барғаннан кейін оны жұмыс берушіге сатып жібереді. Сатып алған адам жұмыс іздеп келгендердің құжатын алып қойып, құлдық тастайды. Қылмыстық топ көбіне осы жүйемен әрекет етеді екен. Тамараның қалтасында ақшасы да, құжаты да, телефонын да алып қойған. Ешқайда қаша алмайды. Әрдайым бақылап жүретін адамдар бар. Сөйтіп, Тамара тірі тауарға айналады. Күндіз үй шаруасын істейді, мал бағады. Кешкісін көп еркектің жыныстық қалауын орындайды. Жыныстық қатынасқа мәжбүрлейді. Қашуға әрекет жасағанда ұрып соғады. Айтқанына көнбегенде тағы соққыға жығады. Тамараның бәріне жасаудан басқа амалы қалмайды. Артынан іздеп келген ешкім жоқ. Өйткені қайда кеткен ата-анасы да, туған туысына да айтпаған. Тәулік бойы тынымсыз жұмыс, күйзеліс, қорқыныш, үрей, төнген жұдырық. Мұның барлығы Тамараның денсаулығына әсер етеді. Тамара басынан соққы алғанда миы шайқалған болуы да әбден мүмкін. Уақытылы медициналық жәрдем алмаған соң жылдар өте денсаулығы сыр береді. Басы қатты ауырып, көп нәрсені ұмытып қалады. Араға 5 жыл салып, 2016 жылы Тамара сол жерден қашып шығады. Тамараны үйдегі адамдар бақылауында ұстаған. Соншама жылдан кейін оның қашып кетпейтініне сеніп,
бақылауды әлсіреткен болуы да мүмкін. Сол сәтті пайдаланып, Тамара қашып кетеді. Үлкен жолға жүгіріп жетіп, өтіп бара жатқан көліктен көмек сұрайды. Тоқтаған көлік оны Шымкентке дейін жеткізіп тастайды. Құлдықтан кейінгі күндер. Не ақшасы, не құжаты жоқ Тамара қайда барсын? Өткен кеткен адамдардан жұмыс, тиын тебен сұрап, тіленшілік етеді. Қоқыс жәшіктерін ақтарып, жейтін тамақ іздейді. Осылай тентіреп жүргенде әйел кісіні жоқтырып, оған жағдайын түсіндіреді. Жаны ашыған әйел Тамараны қамқорлығына алады. 2016 жылы бір әйелдерге көмек орталығына келбеті әбден әбіржіп, бет терісі қарайып, қатайып кеткен келіншекті ертіп келеді. Ол Тамара болатын. Қыздың бастан өткізген оқиғасын айтып, қол ұшын созуымызды өтінді. Қыздың мәліметін алып, елшілікке жолдадық. Анкета толтырылдық, бірақ ол базадан шықпады. Бірнеше рет тексеріп көрдік. Аты жөніңді дұрыс айттым ба деген сұраққа басқа мәліметтер бере бастады. Қыздың есте сақтау нашарланғанын түсіндік. Өзі жайлы толық мәлімет айтпайынша ешқандай көрек алып бере алмайтынымыз едік. Ертіп келген әйел Тамара барлығын есіне түсіргенде хабарласамыз деп кетіп қалды. Тамараны жындыханаға жатқызған. Тамара үйіне орала алмады. Сол оқиғадан кейін арада 3 жыл өткен соң 2019 жылы Шымкент қалалық құқық қорғау қызметкері хабарласып, Өзбекстан Республикасының құзыретші жүрген азаматшасы ұсталғаны және оны уақытша қамауға алғандарын айтады. Қызды елге қайтару үшін құжаттандыру бойынша көмек беруді сұрайды. Ұсталған азаматша қамауда отырғанда құқық қорғау қызметкерлерінің сұрағына жөнді жауап бере алмай, әрі өзін дұрыс ұстамауына байланысты оны психоневрологиялық диспансерге жіберіпті. Психоневрологиялық диспансерге барып, шетел азаматшасымен жолыққанымызда 3 жыл бұрын бізге келген Тамараны көрдік. Белгілі бір себептермен оны құжатсыз күйде полиция қызметкерлері көшеде ұстапты. Диспансердің бас дәрігері біздің Тамараның туысқандарын табуымызды өтінді. Өйткені Тамара үйге қайтқым келеді деп жылай беріпті. Жағдайы тіпті нашарлаған. Аты жөнін, тұратын жерін де айтып бере алмайды. Сол кезде біздің әйелдер орталығының почтасына 8 жылдан бері із-түзсіз жоғалып кеткен, қыздарын тауып берімді өтінген Өзбекстандық ата-ананың хабарламасы келді. Бармаған жері, баспаған тауы қалмаған ата-ананың соңғы үміті Өзбекстандағы адам саудасының құрбандығына айналған ұйым болыпты. Хабарламада қыздарының көлік құжаты көшірмесінде бар екен. Сүп-сүйкімді, көзінде нұр жанып тұрған қыз фотосы, жүзі таныс. Мұқият қарағанымызда суреттегі қыздың қазіргі Тамара екенін түсіндік. Өз көзімізге өзіміз сенбей, не қуанарымызды, не жыларымызды білмей абдырап қалдық. Не жыларымызды білмей деген себебім фотодағы қызбен диспансерде жатқан қыз мүлдем екі түрлі адам еді. Тағдыр тауқыметімен осындай күйге түскен қыздың жүзіне қарап жүрегің ауырады. 8 жылдан соң Тамара ата-анасын тапты. Енді орталық мамандардың қолында қыздың төлқұжат көшірмесі бар. Олар дереу елшілікке сұранып хат жіберіп, Тамараға уақытша құжат жасатады. Осы аралықта Тамараның ата-анасы Қазақстанға келіп, қызын
ауруханадан алып кетуге шақырады. Жәбірленушінің өзін елге жібере алмаймыз, жолда әртүрлі жағдай болуы мүмкін ғой. Сондықтан ата-анасын келуін өтіндік. Әкесі келді. Сол сәтте сөзбен жеткізу мүмкін емес. Жылдар бойы есімін есіне түсіре алмаған қыз әкесін көргенде «Отажан, Отажан» деп жүгіріп барып, әкесінің мойнына асылып, еңкілдеп жылады. Әкесін бірден таныды. Әкесі мен қызы 8 жылдан кейін қайта қауышты. 2011 жылдан бері бауыр еті баласын шарқ ұрып іздеген әке Тамараны еліне алып кетті. Құлдықта болған қаракөз қыздарымыз үрейде өмір сүреді. Тамара орталыққа алғаш 2016 жылы келгенде, екінші рет жолыққан 2019 жылы полицияға арызданбаған. Бар ойы үйіне оралу болыпты. Адам трафигінің саудасының құрбандары еркіндікке шыққан соң қожайынға арызданбастан аман есен құтылғанына қуанып үйіне асығады. Құлдыққа түсу бұл бір жағының психологиялық қақпан секілді. Жәбірленушілер жағдайын айтуға жария етуге қорқады. Жабулы қазан, жабулы күйлі қала береді. Соны құп көреді. Тамара да солардың бірі еді. Оның үстіне ол кінәлілерді іздеп, олармен қайта жолығуға дайын емес еді. Денсаулығы да нашарлаған. Жалпы, жыныстық құлдықта болғандардың қалпына келуі ұзаққа созылады. Зәбір көргендердің ішінде толық сауығып кете алмағандары да бар. Ұзақ уақыт ер адамға деген қорқынышы сейілмейді. Жүрегінде жара қалады. Жыныстық құлдыққа ұшырағандардың көбі қандай жағдай болғанын жасырын сақтап қалады. Оны біз де аноним сақтауға міндеттіміз. Олар қоғамның табалауынан, шеттенуінен қорқады. Айналасындағылары қабылдамай қояды деп қорқады. Жыныстық құлдықтан құтылған соң тұрмыс құрып, үйленген азаматтарымыз да бар. Олар қорлық көрген күндерін жүректігіне жасырып қойған. Құтқарылған азаматтарға жасалған зерттеу жұмысының қорытындысы құлдыққа түсетіндердің басым көбілігі жоғары білімі жоқ, әлеуметтік деңгейі төмен, отбасында зорлық-зомбылық көргендер, ажырасқандар, өте сенгіш адамдар, өз ойын ашық айтпайтын, яғни я дейтін кезде яры, жоқ дейтін кезде жоқ дей алмайтын адамдар екен. Яғни өзінің жұмыс берушісіне сенімі пайда болып, соның қарамағында қалып кететіндер де болады екен. Қазақстандағы адам саудасының құқығына қазақстандықтардан гөрі шеттен дәлірегі Тәжікстан, Ресей, Қырғызстан және Өзбекстаннан келген азаматтар түседі екен. Адам шетелге не бұрын сонды болмаған басқа да бір білмейтін жаққа жұмысқа барғалы жатса, қалай сақтануы керек? Біріншіден, бейтаныс адам болсын, досым болсын, мейлі шет елде, мейлі өз елінде болсын, бір айда байып, үй машина аласың деп ұсыныс жасағанда сеніп қалып, шабадан жинап, жолға шықпас бұрын барлығын жіті тексеруі керек. Жұмыс берушімен арада келісім шарт түсіп, құжатта қандай жұмыс, айлығы қанша, күнде неше сағат жұмыс істейді, қайда тұрады деген сұрақтардың жауабын айқындап алуы қажет. Келісім шартты 2 нұсқада шығарып, бірін өзінде, енді бірін жұмыс берушіге беруі міндетті. Барлық құжаттарыңызды, визаны, төлқұжаттардың кемі 2 көшірмесін жасатып, оның бәрін өзіңізбен алып жүру керек.
Екіншісін туыстарыңызға қалдырыңыз. Құжаттарыңызды тартып алса да немесе жоғалтып алсаңыз да керек болады. Қайда және қандай жұмысқа барсаңыз да құжатыңызды ешкімге бермеңіз. Құжатыңыз болмаса, кім екеніңізді дәлелдей алмайсыз. Екіншіден, жұмысқа кететін болсаңыз, туыстарыңыз сіздің қайда, кіммен кетіп бара жатқаныңызды толық білуі керек. Барлығын ашық айтыңыз. Бірнеше жақын адамдарыңыздың телефон номерін жаттап алып, міндетті түрде тек туыстарыңызбен сіз ғана түсінетін код сөз ойлап табыңыз. Сізді адам саудасының құрбаны еткен азамат туыстарыңыз күдіктенбес үшін туыстарыңызбен телефонда сөйлесуге рұқсат береді. Қорқытып, үрейлендіріп, пышақ не қандай да бір қару тақап тұрады. Код сөзі туысқаныңызға сигналыңыз болады. Үшіншіден, шетелге жұмысқа бармақ болсаңыз, сол елдегі Қазақстан елшілігінің қайда орналасқанын және телефон номерлерін жазып алыңыз. Кез келген Қазақстан елшілігі азаматтардың құжаттары мен бостандықтарын қорғайды. Төлқұжатыңыз болмаған жағдайда уақытша төлқұжат беріп, елге қайтуыңызға көмектеседі. Телефон қоңыраулары мен хабарламалар көптеп түседі. Әрқайсысы жетіп тексеру уақыт алады. Көбіне Ресей, Өзбекстандағы әріптестеріміз хабарлама жіберіп, олар біздің облыс, қала, ауыл атауларын білмейді. Қалай естиді, солай жазып жібереді. Оның дұрысын тапқанша тағы уақыт кетеді. Айта кету керек, құқық қорғаушылар қауіпсіздігі бойынша оқу даярлықтан өткен. Адам саудасы сияқты күрделі мәселемен айналысқандықтан бізге де қауіп төнетін кездерде болады. Қылмыстық іс қозғалғанда жәбірлеушіні құлдықта ұстағандар тарапынан қысым көрсетіп, бізді аңдыған кездерде болады. Сотқа басқа көлікпен барып, қайтада жәбірленушімен басқа көліктен қайтатын жағдайлар көп кездеседі. Ең көп мәселе құқық қорғау қызметкерлерінің өз жұмысына жауапкершілікпен қарамауы. Бәріне бірдей топырақ шашудан аулақпыз. Бірақ лауазымды қызметте немесе жақсы орында жұмыс істейтін адамдарға қатысты істе құқық қорғау қызметкерлерінің кейбірі бармақ басты. Көз қысты әрекеттерге барып жататын жағдайлар кездеседі. Тіпті жәбірленуші тараппен келісімге келіп жататындар да бар. Бұл ғана емес, адам саудасы туралы арнайы заң жоқ. Сол себепті құлдыққа түскен азаматтардың құқығын қорғауды қиындатады. Әңгіменің соңы.